Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен қыста рахаттанып жейтін, мүлдем атылмайтын, бір жапқаннан керемет болып шығатын тұздалған қиярды және қызанақты жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді және де комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бізге ең бірінші көп мөлшерде қайнаған су қажет болады. Суымызды қайнатып аламыз. Және де алдын ала жуып тазартып алған банкілерімізді қайнап тұрған суда 6-7 минут бойы булап, залалсыздандырамыз. Бетіне жабатын қақпақты да қайнап тұрған суға салып 1 минут бойы қайнатып аламыз. Бізге қажетті заттарымыз міне осылар, барлығын жуып тазалап алдық. Ең бірінші болгар бұрышын жуып ортасынан бөліп дәнінен ажыратып аламыз. Помидорларымызды да тазартып алдық. Қиярымызды да жуып тазалап аламыз. Қиярымыздың түбін және басын осылай кесіп алып тастауды ұмытпаңыздар. Банкі жабу үшін базарда осындай укроптың осына түрлері сатылады. Гүлімен және сабағымен алып, майдалап турап, қайнаған суды құйып 10 минутқа қалдырамыз. Бізге тұз қажет болады. Ірі тұз болса да болады, майда тұз болса да болады. Және де қара бұрыш, лавр жапырағы, ашылған чесноктар және уксус керек болады. Жуылған, булап, тазартып алған банкаларымызға жаңағы укробымызды гүлімен және сабақтарымен осылай саламыз. Оның үстінен лавр жапырағын қосамыз. Чесногымызды саламыз және де қара бұрышымызды себеміз. Бұлардың барлығының үстінен қиярымызды саламыз. Қиярымызды банкының түбіне біртіндеп тізіп шығамыз. Осындай болып тізіліп шығады. Енді оның үстіңгі бетіне қызанақ саламыз. Бірінші банкамыз дайын, бетін жауып ары қойып, екіншісін дәл солай жинаймыз. Астына керек заттарды салып, қиярымызды салып, егер ащы болған қаласаңыз, ащы бұрыш салсаңыздар да болады. Банкаларымыздың барлығына қиярымызды, қызанағымызды салып болғаннан кейін, оның үстінен қайнап тұрған қайнаған суымызды құямыз және де жылы одеялға немесе көрпеге орап 15 минутқа қалдырамыз. Ыстық суымызды құйып, одеялмен орап қоюымыздың себебі ыстық қайнаған сумен ішіндегі заттарды залалсыздандырып аламыз. 15 минут өткеннен кейін банкадағы суларымызды төгіп тастаймыз. Суымызды төгіп болғаннан кейін оның үстіне 1,5 ас қасықта тұзымызды себеміз. Менде бұл жерде 3 литрлік банка. 3 литрлік банкаға 1,5 ас қасық тұз салып, үстінен тағы да қайнап тұрған суымызды құямыз. Қайнаған суымызды құйып болғаннан кейін 1 ас қасықта сірке қышқылы, яғни уксусымызды қосып, банкамызды жабамыз. Қыздар, міндетті түрде дәл осы тәсілмен жауып көріңіздер, банкаларыңыз ешқашанда атылмайтын болады. Ең басты құпиясы, банкаңыз таза жуылу керек, таза шайылу керек және де 6-7 минут бойы қайнап тұрған судың үстінде міндетті түрде булануы керек. Жабылған банкаларымызды осылай жатқызып, құрғақ қолымыз арқылы тексереміз. Егер дұрыс жабылмаған болса, қолымыз кішкене болса да намданып тұрады. Бұл жерде банкалар керемет жабылды. Қыздар, біздің қысқа арналған тұздалған қиярымыз және қызанақтарымыз дайын. Егер қызанақ қосқанды ұнатпасаңыз немесе қиярды қосқанды ұнатпасаңыз, тек қызанақтан немесе тек қиярдан да жасасаңыз болады. Дәл осы әдіспен міндетті түрде менің арнама тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар.